Зере, алда Наурыз мерекесі келе жатыр. Екеуміз киіз үйімізді безендірейік. Янасың, біз не жасайық? Біз осындай тұмаршалар жасаймыз. Сен балабақшада болғанда, мен біреуін жасап дайындап қойдым. Енді осы тұмаршаны жасауға сен маған көмектес, жарай ма? Янасың. Қазір мына оюларды мында жапсырамыз, иә? Иә. Осындай тұмарша жасау үшін бізге ою өрнектер керек, Зере. Және де бізге қайшы, ыстық желім, әсемдік үшін моншақтар керек. Ал ыстық желімді саған қолдануға Болмайды. дұрыс айтасың, себебі қауіпсіздік ережесін сақтаймыз. Осындай тұмаршаға бізге ою өрнектер керек. Мына қарашы, Зерем, бұл бізде жұлдыз, жұлдызға ұқсайды. Бұл Көбелек. көбелекке. Бұл қошқар мүйіз. Қошқар мүйіз. Иә. Бұл қандай мағына білдіреді? Қошқар мүйіз бұл жақсылық, тоқшылық деген мағынаны білдіреді, Зере. Ал қазір сен маған мынаны қиюға көмектес, иә? Иә. Қия ғой, мен мынаны жапсырайын. Зере, ою өрнектер біздің кеңінен таралған сәндік бұйымдарда қолданылады. Және де ою өрнектер біздің ыдысымызда, киімдерімізде, барлығында кеңінен қолданылады. Әр оюдың өзінің аты бар, Зере, және мағынасы бар. Енді мына түсті мында жапсырайық, иә, Зере, қарашы. Көбіне осындай ою өрнектер сәндік мағынада қолданылады, Зере. Міне, біздің тұмаршамыз дайын болып қалды. Бір моншақ әдемілік үшін осындай моншақтар жапсырайық. Қарашы, Зере, өте әдемі. Сен қазір маған ілуге көмектес, жарай ма? Янасың. Кел, екеуміз ілейік, дайын болды біздің тұмаршамыз. Келе ғой, тұра ғой. Мында ілейік. Біздің қолөнерімізде, Зере, осындай ою өрнектер кеңінен қолданылған. Қарашы, біздің тұмаршаларымызда, сенің көйлегіңде, қоржында және домбырада кеңінен қолданылған. Және де біздің осындай әшекей бұйымдарымызда, киімдерімізде барлығында ою өрнек бар, Зере.